Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте ерекше болып шығатын дапанчидің рецептімен бөлісемін. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен майымызға 2 ас қасық қант салып, жақсылап қыздырып алдым. Одан кейін қызып тұрған майымызға тауық еттерімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Екі жағы қызарғанша жақсылап тұрып қуырдым. Өзім үй жағдайында бірінші рет жасап көріп жатырмын. Өте ерекше болып шықты. Одан кейін осылай туралған чесноктарымды, сақтап туралған чесноктарымды салып, тағы да жақсылап араластырып алдым. Одан кейін тұзымызды, дәміне қарай бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Негізі дапанчидің өзінің қосатын приправасы болады, менде ол жоқ. Сондықтан мен үй жағдайында осылай бар заттармен жасадым. Одан кейін пиязымды салып, тағы да жақсылап қуырып алдым. Одан кейін ірілеп туралған картошкаларымды салдым. Одан кейін перецтарымды турап, оларды салып, томат қостым, тағы да жақсылап араластырдым. Осылай жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін бетіне су құйып, отымызды орташа отта қойып, подливімізді пісіретін боламыз. Иісі деген күшті болып шығып жатыр. Құрметті көрермендер, сіздер де жасап көріңіздер, өте ерекше болып шығады екен. Қант қосып жасағаннан кейін дапанчидің приправасы да қатты керек емес сияқты. Осы кезде біздің дапанчиіміз күшті болып, осылай бұрқылдап, иісі деген күшті болып шығып пісіп жатыр. Осы кезде мен ешқандай аштылық беретін еш нәрсе болмағаннан кейін осындай чили приправасын салдым. Осы кезде суды қайнатып, лия лапшасын салдым. Жақсылап пісіріп алдым. Менде осындай жіңішке түрі ғана бар екен. Сондықтан да бармен базар қылдым. Өте дәмді болып, ерекше болып шықты. Лия кеспесін осылай 4-5 минутта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің дапанчиіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналым сіздерге пайдалы болған болса, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.